Сәлем достар, қалайсыңдар? Біз осындай супер дәмді тамақты пісіретін боламыз. Ол үшін роликті до конца қарап, тіркеліп кетуге ұмытпаңыз. Ең алдымен тазартып жуылған картоптың ортасын осылай тесіп аламыз. Енді тартылған етке кез келген өзіңізге ұнайтын дәмдеуішті қосыңыз. Жақсылап тұрып араластырып, дайын тұрған картопымызға саламыз. Табамызға жуы, сәбіз, тәтті бұрыс салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Томат салып, әбден қуырамыз. Енді дайын тұрған картопымызды табаға салып су құямыз. Табаның қапағын жауып, дайын болғанша пісіреміз. Ас болсын, егер де сіздерге ролик ұнаса, тіркеліп кетуге ұмытпаңыз.